Hayırlı күн балалар. Менің аты жөнім Тілеулиева Гүлнұр. Балдәурен үйірмесіне қош келдіңіздер. Бүгін біз сабағымызды бастамас бұрын экрандағы суретке назар аударып көрейікші. Балалар, не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Балалар жүр, я? Қарлығаштар ұшып жүр. Мына бала не істеп жатыр? Құстарға ұя жасаған екен, я? Соны талға орналастырып жатыр. Мына қыз көмекшісі екен. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Дұрыс, көктем. Көктемде балалар, құстар қайтып келеді, я? Осы құстарға ұя жасап беріп жатырмыз. Балалар, олай болса, біздің бүгінгі тақырыбымыз құстар біздің досымыз деп аталады. Балалар, елімізде құстардың 500-ге тарта түрі бар. Мінеки көрдік па? Әр түрлі құстың түрлері. Боз тоқылдақ, суық торғай, қызыл құнақ, ала қарға, көк шымшық, үй торғайы, кептер, көктеке құс, самыр құс, шыбыншы торғай, бақ айғабағы, қара торғай, таң шымшық, айдарлы боз торғай, тағанақ, қыстау қарлығашы. Балалар, бұның ішінде сендер естімеген де құстың түрлері бар екен, я? Балалар, құстар бізге не үшін қажет? Дұрыс айтасыңдар. Ол да табиғаттың бір бөлшегі екен. Құстарсыз елестету мүмкін бе? Дұрыс. Құстар табиғаттың сәні екен, балалар, я? Олар шиқылықтаған даусымен сәнді болып келеді. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Балалар, енді құстар туралы кішкене мәліметпен танысып өтіңдер. Құстар көктем жаршысы. Көктем басталысымен жылы жақтан топ-тобымен жыл құстары ұшып келеді. Ең алғашқы болып көктем хабаршысы ұзақ қарға келеді. Содан кейін бозторғай мен қараторғайлар ауылға келеді. Ауылға қараторғайлар келісімен күннің көзі ашылып, күн жылынады. Оның артынан аққу қаз үйректер топ-тобымен ұшып келе бастайды. Олар жолдың талай қиындықтарын бастан кешіреді. Биік асулардан асып, жолдарынан адаспай, туған жерге топ-тобымен ұшып келе бастайды. Құстар біздің досымыз. Сондықтан да ата-бабамыз құстарды қадірлеп, құрметтеген. Оны балаларының құстардың атын қойып, батыр ұлдарын сұңқарға, бүркітке, торғайға, қыздарын әнші бұлбұлға, адам досы қарлығашқа, тоты құсқа, сұлу аққуға теңеп ат қойған. Сонымен қатар, біздің дана халқымыз құстардың мінез қылығына, іс-әрекетіне қарап та, келесі күннің көктем, жаз, күз, қыстың қандай болатынын алдын ала болжаған. Бәр ғажабы, бұл болжамдар қай-қайсы болмасын, шындыққа айналып дәл келген. Мәселен, құстар ертесімен жем іздеуге асықса, күн жауын-шашынды болады. Шағала келсе, сең бұзалады. Қаз бен үйрек суға шомылып, қиқулап, қанаттарын қомдап, мазасызданса, ауа райы бұзылады. Қызғышқыш кешкілік ән салса, ертеңгі күн ашық болады. Кептер гүрілдеп шуласа, жылылықтың нышаны. Қарлығаштар аспанда самға биік ұшса, күн ашық, төмен ұшса, жаңбыр жауады, жел тұрады. Бозторғай ән салса, күн ашық болып, торғай шаңға аунаса, жаңбыр жауады деп болжам жасаған екен. Көкте қалықтаған құстар адамның досы деп жатамыз. Қазақтың аңыз ертегілерінде құстар туралы көптеп мысалдар болса, ақын жазушыларымыз құстарға арнап өлең жырларын, мақалаларын, зерттеулерін көптеп жазған.
Бұған дәлел Өтебай Тұрманжановтың «Құс ұясын бұзбайық» деген өлеңнен аңғаруға болады. Ей балалар, балалар, аман болсын аналар, құстарда да ана бар, кім сүймейді баласын. Осыларды еске түскенде бір ойланып қаласың. Өсіруге баланы құстар ұя салады, жасауға жұмсақ ұяны, жабағы жүнді жияды. Жайлығып жасап ұяны, жұмыртқасын салады, бір қуанып қалады. Тырнақтай құстың жауы көп, құс ұясын бұзбайық, жұмыртқасын алмайық, обалына қалмайық. Балалар, қазір мен сендерге жұмбақ жасырам. Соның жауабын сурет арқылы табамыз, және оны сәйкестендіреміз. Ал олай болса, кеттік. Бұрап қойған сағаттай, айғайлайды таң атпай. Бұл қандай құс екен, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Бұл әтеш екен. Келесі, судан шықса баладай, тәй-тәй басып қаладай. Бұл қандай құс? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл қаз екен. Бұдыр-бұдыр балшықты, жинады да талшықты. Ұқсатып қамытқа, үй салды жабыққа. Қандай құс? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл құс қарлығаш екен. Ұшқаны қызық жалпылдап, өзі сондай қарқылдақ. Қандай құс қарқылдайтын? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл қарға екен. Келесі, орманда жоғары, ағашқа қонады, тұмсығын балға етіп, тарсылдатып соғады. Бұл қандай құс? Дұрыс айтасыңдар. Орман емшісі тоқылдақ екен. Жарайсыңдар, балалар. Барлықтарың белсенді қатыстыңдар. Балалар, енді құс түрлерін орысша, ағылшынша бірге үйреніп көрейікші. Жарайды, кеттік онда. Үкі, саба, ау, аққу, лебедь, слон, торғай, воробей, sparrow, үйрек, утка, duck, әтеш, петух, кок, шағала, чайка, seagull, сауысқан, сорока, magpie, тауыс, павлин, peacock, қарға, ворона, crow, қас, гусь, goose, қыран, орел, eagle, қара торғай, скворец, starling, Балалар, бүгін біз құстар және олардың түрлері туралы үйрендік. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.